кеше тағы да кеш келдім. Балалар ұйықтап қалды. Мен уайымдадым ғой. Айттым ғой саған. Жұмыста болдым. Неге түсінбейсің сен? Жұмыс істеп бәрін ақтайсың. Бала шағаңа бір сәт көңіл бөлмейсің. Тағы басталды. Әке, олар неге үнемі ұрса береді? Білмеймін. Бірақ мен де шаршадым. Тыныштық жоқ бұл үйде. Жүр, мектепке барайық. Кеттік, кешігеміз. Балалар ұйықтап қалды. Сен болса тағы кешіктің. Сен мені не үшін түсінбейсің? Сен мені түсінбейсің. Күні бойы жұмыс істеп жүрмін. Ал мен ше, мен де шаршадым. Бірақ тек сен өзіңді ойлайсың. Сен мені ешқашан түсінбейсің. Ал сен бізді ойламайсың. Олар тағы ұрсып жатыр ма? Иә, мен қорқам. Кейде бұл ешқашан бітпейтін сияқты. Үй суық сияқты. Бұрын жылы еді. Олар екеу екі жаққа кетіп қалмай ма? Жоқ, ондай болмайды. Бәріміз әлі бірге боламыз. Мен мектепке барғым келмейді. Неге бәрі осылай болды? Мен шаршадым деп ойладым. Бірақ балалардың қорқынышын байқамадым. Біз осылай күлкімен өмір сүретінбіз. Ал қазір не қалды? Балалар сені жақсы көреді. Енді ұрыспайықшы. Балаларды аяп кеттің, екеуің жылағанын. Иә, дұрыс айтасың. Енді ұрыспайықшы. Балалар үшін өмір сүрейікші. Жылағандарын көргім келмейді. Енді мен өзгеремін. Енді бұл үйде ұрыс болмайды. Балалар, келіңдер, отырыңдар. Тағы ұрыспайсыңдар ма? Жоқ, қызым, енді ешқашан. Біз сендерді ренжіткіміз келмейді.